Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мынандай бір жағдай болып тұр. Жалпы біліп жүріңіздер. Менде қазір Mozilla ашпай жатыр. Енді Mozilla'ны қазір көп жерде поддержка жасамайды, бірақ енді сонда да өте ыңғайлы веб-разработчиктерге жалпы Mozilla'мен үйреніп қалған қолданушыларға кеңес десек те болады. Мен ашып жатырмын, міне мынандай ситуация шығып жатыр. Мұндай қателер өте көп кездеседі. Google-ға жазып көрсеңіздер де видеолар бар. Ағылшын тілінде қалай ситуацияны шешетінін. Мен енді жалпы тәжірибемен бөлісіп, қалай не істейміз? Осында ашылмайды, не істейсіз? Жалпы енді компьютер қосылған кезде бір жағынан бір какой-то сбойлар болған сияқты, одан кейін CCleanerмен ашып, осындай CCleaner деген мусорды тазалайтын программалармен анализ жасап, осындай анализ жасап, деп осындай очистка жасап, жалпы осылай істеп алсаңыздар болады. Так, мен әр жерде енді көрсетейін сіздерге бәрін нақты. Жалпы для себя жасағандарыңыз дұрыс. Компьютер жылдамырақ жұмыс жасайтын болады. Одан кейін регистр дейді, рестрді тоже скан жасаймыз. Рестрда кездесетін компьютердің проблемаларын тоже. Рестр туралы білмесеңіздер, алдағы уақытта сабақ түсірем, комментке жазып кетсеңіздер, ол туралы қызықты сабақтар түсірем. Рестр түсінбей жатсаңыздар, жалпы бұл тоже Windows-тың осы программалардың, жалпы Windows-тың false trueға, я жоққа бүкіл командаңызға жауап беретін рестр жүйесіне осылай чистка жасаймыз. Так, жалпы енді осыны жасап болғаннан кейін енді командный строкада скан диск жасаймыз. Ол үшін пускке кірем, стандартныйға барамын, кәдімгі стандартный, Windows менде вон, енді сіздерде қандай екен білмеймін. Так, стандартныйға барам, осы жерде командный строканы болу керек, осы жерде SMD деген бізде жоқ, не істейміз? Бұл да бір лайфхак, командный строканы шығару керек. Так, мына жерде енді көңіл бөлмеңіздер, дызылдап бір ремонт жасап атқан сияқты, оған қарамаймыз. Так, командный строка жоқ, командный строка жоқ, выполнитқа барып, SMD деп жазам, осы жерге SMD деп жазам, осы жерге ағылшынша SHKDSK деп жазам. Скан диск жасаймыз. И маған бермейді, отказано доступа. У вас нет доступа. Не істейміз? Кез келген программаны жалпы ашқан кезде бізге от имени администратора. Біз енді SMD деп сразу жазсақ выполнитқа, бізге ондай мүмкіндік жоқ администраторға ауыстыратын. Сондықтан оны былай жасайсыздар. Мынандай поискке басамыз. Поискті басқаннан кейін осы жерге жазасыздар. SMD деп. Мынандай SMD командный строка шығады, оң жағын басасыздар. Запустить от имени администратора. Ашамыз, осы жерге енді жазамыз. Ағылшыншаға ауыстырасыздар. SHKDSK. Скан диск жасаймыз. Жалпы системный файлдардың бәрін тексереміз. Қателіктерге, ошибкілерге өте жақсы көмектеседі көп жағдайларда. Енді пока жүрем дегенше мен сіздерге айтып кетейін, бұл скан дисктің жақсы пайдалы жерлері. Мысалға, сіз үйде компьютерде отырған кезде свет өшіп қалса, и компьютеріңіз істеп жатқан жерден сіз кәдімгі выключение жасап, заң бойынша өшірген жоқсыз, немесе үйіңізде балаңыз біреу басып жіберді деген сияқты, свет өшіп қалды. В общем, бір сөзбен айтқанда, прямой өшіре саласыз. Ол бір рет сізге білінбеуі мүмкін, 2 рет, 3 рет сөйтіп қайталанатын болса, сіздің системаңыз ұшып кетеді. Кейде Windows өзі қосылған кезде осы скан жасап, сіздің өзіндегі библиотека файлдарын, басқа да қателерді өзі восстановление жасап алады. Кейбір жерлерде жасалмайды. Сондықтан соның алдын алу үшін жалпы бір рет солай компьютердің өшкенін байқасаңыз, келесі Windows қосылған кезде жалпы соны жасап жүріңіздер. Скан диск жасаңыздар, өте пайдалы. Бұл скан диск туралы тоже отдельно бір видео түсірем, қызықты нәрселер көп жақта да жасайтын. Жалпы осыны біліп алыңыздар, осылай жібере салсаңыздар, өте көрдіңіздер, менде проверка связи имени файлами, проверка базовой структуры файловой системы, тағы да басқа этаптар бойынша тексереді, өте пайдалы. Қазір осы тексергеннен кейін ашып көреміз. Бұл енді көмектеспейді әрине, мүмкін көмектесіп қалуы да мүмкін, енді білмейміз ғой. Сондықтан жалпы осылай жасап қоямыз, осылай жасаймыз для себя. Өйткені компьютеріңізді байқасыз, жақсы жұмыс істеп тұрып, сіз ертеңіне мысалы білмейсіз ғой, үйде балаңыз бірнеше рет компьютерді өшіріп қосты, болмаса бір какой-то сайттарға кіріп кетті, бір какой-то библиотеканы, системный файлдан бір нәрсені удаление жасап жіберді деген сияқты мәселелерді сіз білмейсіз. Компьютеріңізге келесіз, кеше жұмыс жақсы жасап тұрған. И
жасап тұрғаннан кейін сіз ертеңіне келіп қосқаннан кейін компьютеріңіз что-то тормозит или ұзақ қосылады, ұзақ ойланады. Сондай кезде осы системный файлдарды қатеге тексерген өте дұрыс. Так, мына жерде көрсетіп тұр 1 миллион осындай файлда міне завершено дейді. Проверка индексов кетті енді. Длительность. Так, міне жүріп жатыр. Вроде. Мен енді осының алдында бір тексеріп қойғам, жалпы сендерге тағы да жақын арада тағы сіздерге көрсетіп жатырмын қалай. Міне осылай тексерді, енді ашып көреміз. И бізде әрине ашылмайды. Енді не істейміз? Ол үшін кәдімгі Windows енді басып, Ctrl панельге кіреміз. Немесе пуск арқылы кірсеңіздер де болады. Кейде ол болмай жатады. Панель управленияны білетін шығармыз барымыз осы жерде. Осы жерде установка и удаление дегенге барамыз. Или бұрынғы компьютер Windows'тарда сондай, қазіргі современный 7-тен бастап программа и компоненты деп аталады. Соны басамыз. Басқаннан кейін қарайсыздар қандай программалар бар. Менде енді Mozilla'да өте проблема. Mozilla маған қатты керек и ашпай тұр. 64 биттік удаление жасаймыз. Очистить. Кстати, очистить жасавасақ, очиститке бермей жатыр мүмкіндік. Не істейміз? Удаление жасайық онда. Көрдіңіздер, очистить жасап, тоже удаленияға бермей жатыр, бірақ кетіп жатыр. Расскажите, почему вы удалили, дейді. Окей. Так, Mozilla'ны алып тастадық. Mozilla'ны алып тастадық. Енді бізге Mozilla'ны алып тастадық. Бізге осындай сообщениялар шығып жатыр. Так, Mozilla'ны алып тастадық. Енді бір какой-то кез келген браузерге кіреміз. Explorer болсын, не бар? Менде Google Chrome бар, например, сіздерде. Google Ads болса, Internet Explorer стандартны кірсеңіздер болады. Осы жерге кәдімгідей Google деп жазамын. Google деп жазамын. Google.ru, Google, ну, давайте, Google KZ дейік, .ru емес, қазақстандық провайдерді қолданайық өзіміздің. Зачем бізге .ru, е? Қазақпыз ғой. Так, істедік, осы жерге жазамыз. Mozilla Firefox деп қайтадан. Негізі рестор арқылы тағы бір тазалап алған дұрыс болар еді негізі, бірақ сонда да орнатып көрейік для интереса. Загрузите Firefox дейді. Басамыз. Загрузить Firefox. Так. Не дейді? Міне яқта міне қарап отырсаңыздар, просто бастым, астында осындай папка бізде пайда болды. Міне Mozilla'ны шығарып алды. Запустить от имени администратора. Так, восстановить параметры по умолчанию, удалить старые дополнения. Так. И вы установлены ранее. Давайте загрузить новую версию. Переустановить. Давайте, келсек, бір какие-то ошибка болды, енді переустановка жасап көрейік. Жүріп жатыр, керемет. Міне жалпы осылай жасайсыздар, кез келген программада сбой болатын болса, жаңағы мен жасаған действиялар жасаңыз бірінші. Одан да көп негіз жасайтын действиялар негізгілерін сіздерге көрсетіп жатыр. Енді қазір осы действиядан кейін бізде очистка жүріп жатыр автоматически. Көрдіңіздер, жаңа удаление жасадым, қайтадан орнатып жатырмын. Енді бізде қазір бәрі жақсы болып кетсе. Міне көріп отқандағыңыздай барлығы тамаша жұмыс жасап тұр. Google бәрі істеп тұр, Mozilla'мен өзімен кіріп тұр. Соңғы обновление болу керек мына жерде, установлен последняя версия. Все, ең бастысы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.